Қайырлы күн, құрметті достар. Саналы Talks онлайн интеллектуалды кешіне қош келдіңіздер. 2016 жылы басталған жоба 4 жыл ішінде көптеген тақырыптарды қозғауымызға мүмкіндік берді. Спикерлер өзінің ойын ортаға салды, идеяларымен бөлісті. Жалпы айтқанда үлкен ашық платформаға айналды десек, артық айтқандығымыз емес. Пришлось кету керек болды да, тренировкамен үлгермен уже ойын бәрін балдарыма салдым. Балдарды алып кеттім, балдар уже істей берді. Уже балдарым келіп бір жыл дайындайсың, бір жыл осы Қазақстан чемпионы тройкаға ілінсе, уже сен уже дальше өсе бергің келеді, балдар чемпион қылып, а өзіне уже для себя уже тренировка істей бересің ол кезде. А балдарым чемпион болсын деген мақсатпен үйретесің. В 90-м году у нас были первые пробные соревнования. Я прочитала это в газете, я в нем умный человек. Дома сидеть я не хотела. И каждый раз у меня знамя труда была любимая рубрика «Что, где, когда». И раз в неделю к нам приезжал концерт. Я говорю: мам, я хочу на концерт. Братишка с работы приходит: отведи ты на это ее концерт. Он говорит: да ей бы лишь бы куда, лишь бы с дома уйти. Ну отведи ты ее на концерт. Хорошо, хоть раз в неделю приезжает, а если 2 раза в неделю, вы пришлось 2 раза отведить. Біраз тренер, біраз жетістікке жеткен балаларымыз да бар сол жерде. Сонымен қоса айтып кетсек, жыл сайын бізде осы қазан айында, осы пандемия болмай тұрған кезде, жыл сайын біз әлі бізде мүгедектер күні, мүмкіндігі шектеулі азаматтар күні деген мейрам болады. Сол мейрамда біз орталық стадионда көптеген жарыстар өткіземіз. Вы знаете, каждый год мы проводим эти мероприятия. Действительно, басында бір 2012 жылдарда басталған кезде көп емес, 10-20 адам келетін. Қазір жыл сайын әпкеміздің результаттарын көріп, көп адамдар, жастар, әсіресе жастар қатты қосылып жатыр. Армысыздар, құрметті көрермендер, бүгін бізде жастар басқармасының қолдауымен өтіп жатқан саналы Talks жобасының кезекті отырысы. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз жамбыл спортының болашағы деп аталады. Бүгінгі біздің қонақтарымыз Елнұр Нұрланұлы, таеквондодан 3 дүркін Қазақстан чемпионы, және де таеквондоның жаттықтырушысы. Және де біздің арнайы келген қонағымыз Зульфия Габидуллина, паралимпиада ойындарының жеңімпазы. Қош келдіңіз. Және де Ибрагим Усманов, қалалық спорт бөлімінің бас маманы. Енді қош келдіңіздер. Келгендеріңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Енді жаңа айтып өткендей, өзіміздің бүгінгі тақырыбымыз жамбыл спортының болашағы деп аталады. Жалпы енді өздеріңіз осы спорт жайында, осындай үлкен жетістіктерге қалай жеттіңіздер, сіздердің еріп жатқан арттағы іні қарындастарыңызға, жалпы жас жеткіншектерге қандай кеңес береріңіздер деген секілді осындай ой қозғап талқылайтын боламыз. Елнұр мырза, өзіңіз енді бастап берсеңіз. Біз таеквондоға келген себебіміз, біз таеквондоға 6 жастан бардық. 6 жаста 1-ші класс оқимыз, енді 1-ші класста қызық қой, бәрі жан-жақты спортпен айналысады. Бізде енді в основном бокс, футбол и таеквондо. Енді Залинде көп спорт болған жоқ ол кезде. Залинде өстік. Залинде тек қана таеквондо мен бокс бар еді. Бокс особо ұнатпағаннан кейін таеквондоға бардым. 1-ші класс таеквондоға қатыстық. Таеквондода жүрдік, басына түсінбейтінбіз, не үшін жүрміз яқты, не үшін қызық өйткені 4-5 балл болып барасың, соның ішінде занимация еткені бар, қалып кеткен, тастап кететін бар. Сол спортпен жүріп, мен уже дальше алып кеттім. Осы таеквондоны 11-ші классқа дейін, былай айтқанда, 1-ден 11-ге дейін бітірдім. Сөйтіп 16 жастан кейін, 16 жасқа дейін мен спорт қудым, 16-тан кейін маған уже тренерскийға уже жаймен оқуды бітіріп, оқуды бастап, оқып болғаннан кейін уже жұмыс жасай бердім, уже тренерскийға несеп, тренер болып, уже как бы поколение уже өзім не үйрендім, өзім үйренгенім уже шәкірттерім, оқушыларым жетсін деген. Біз жетпеген олимпиадаға дейін бармағанды, менің оқушыларым жетсін деген мақсатпен, арманмен дальше осылай жұмыс істеп жатырмыз. Сіздің енді жалпы жаңа айтып жатыр, Қазақстан 3 дүркін чемпионы деп жатырмыз. Қай жасыңызда атандыңыз, және қай жылдар аралығында? Қай жылғы болғанда 2006 мен 2008 и 2010 етін есімде бар. Шымкент қаласы мен Алматыда біз болғанбыз. Балалық шақ кезде бізде 2 жылда келетін Қазақстан. В основном Алматы, Шымкентте етін. Ол кезде Шымкентте болатын. Шымкент қаласында болды. 2 жылға алдым. Ол жеті кезде юниорға кірген кезде бізде юниорда 45-ке шықтым. Ол бізде Тараз олимпикте болды, олимпикте болды, атлетикте сборы болды. Соңғы 45-ке мен 3-ші орын полуфинал ұтылып қалдым. Полуфиналда Алматының қаласымен шықтым, ол кісіден ұтылдым. Сөйтіп 1-ші орын Индонезия, 2-ші орын Египет кетті, 3-ші орын енді подбор болсам болды да, сонымен енді бола алмай қалды.
сөйтіп спартакиадаға да барамын, содан кейін тройкада жүрдім юниорда. Взрослыйда для любителей қатыстым, взрослыйда любитель болдым. Сөйтіп любительден кейін уже мен балдармен жұмыс жасай бердім. Балдармен уже үйретіп, уже пришлось кету керек болды да, тренировкамен үлгермен уже ойын бәрін балаларыма салдым. Балдарды алып кеттім, балдар уже істей берді. Уже балдарым келіп бір жыл дайындайсың, бір жыл Қазақстан чемпионы тройкаға ілінсе, уже сен уже дальше өсе бергің келеді, балдар чемпион қылып, а өзіне уже для себя уже тренировка істей бересің ол кезде. А балдарым чемпион болсын деген мақсатпен үйретесің. Енді айтып жатырық, қазір мен жаттықтырушымын деп жатсыз. Сол қол астыңызда қаншама шәкірттеріңіз бар, және де ол шәкірттеріңіз біраз жетістікке жетті ме, қандай да жетістікке жетті, осы бойынша сәл бөлісіп кетсеңіз. Шәкірттерім көп емес, Аллаға шүкір, былай 100-ге жетеді. Өйткені менде бір емес, жан-жақта зал, мектеп, садик сияқтылар бар да, сондықтан тәртіппен жарыс болса бәрін біріктіріп, жинап жарыстарға апарамыз. Былай айтқанда бір жылда чемпион Қазақстан шығарамыз. Өйткені талпынамыз, бір чемпион бір жылда шығу керек. Қай салмақ болса да сол қарайсың да соны шығарасын. Кем дегенде тройкаға кіргізесің, үшінші орын, полуфиналға жеткізесің, уже келесі жылға уже опыт жинап, келесі жыл алғызғанға дейін талпынамыз. Bir жылда бір чемпион шығарғанға тырысамыз. Бәрекелді, армандарыңыз орындалсын. Әумин, рахмет, айтқаныңыз келсін. Мынандай сұрақ болсын сізге. Жалпы енді сіздің шәкірттеріңіз, жаңа айтып жатсыз, 100 деген шәкіртім бар деп. Сол шәкірттеріңіз мысалы үшін сізге қарап үлгі алады, мысалы сізге қарап өседі деген секілді, өзінің ағайынына, жаттықтырушысына. Ал сіз кезінде мысалы үшін өз ағайыңызға қарап өстіңіз ба, сізден былайынша орысша айтқанда наставник, тренер. Аха, сол кім болды? Маған айтқанда менің тренерім енді орыс кісі болды, ол Прохор Ольга Викторовна еді, ол Залиниде танымал, көп кісі таниды. Сол кісі мен тренерім, ол мен 6 жастан бастап өз анамыздай болды, баласындай өсірді. 16 жасқа сол кісінің арқасында біз дальше өсе келдік. Мен енді пример болғанда, ол енді әркімнің өзі әрқалай болады да. Мен былай айтқанда Елдос Ысқақ деген кісі бар, бізде 94 жылғы Елдос Ысқақ деген бізде үлкен болды. Жасым кіші ғой, пример мен сол кісіні алатынмын. Енді ол бізде бір сборда, бір тренировкада болғанбыз. Сол кісі мен үшін пример болған. Елдос Ысқақ деген таеквондо чемпионы. Мен сол кісіге еліктегенмін. Балалық шағымда. Басқа ешкімді көрмедім. Рахмет, көп шәкірттеріңіз біраз жетістіктерге жетсін, сіздің жұмысыңызды ақтасын. Рахмет. Зүлфия әпке, Зүлфия әпке деп атай берейік. Қош келдіңіз, сіздің келгеніңізге қатты қуаныштымыз. Сіздің алтындай уақытыңызды бөліп келген үшін сізге көп рахмет. Енді өзіңіз жалпы енді осындай жетістіктеріңіз бойынша өзіңіз ой қозғап бөлісіп кетсеңіз, сөз өзіңізде. А теперь по-русски. Про себя просто расскажите нам. Про себя надо? Про спорт, про достижения. Ну, хорошо. Я в 1971 году попала под аварию, когда мне было 5,5 лет. И очень была тяжелая травма, повреждение позвоночника. У меня начались больницы, постоянная реабилитация. Это занятие спортом, это физкультура над собой, над своими мышцами, над своими руками, спиной, чтобы сидеть могла. Такое вот элементарно, чтобы могла одеваться. Это все равно это как бы шла физкультура постоянно. В 90-м году у нас были первые пробные соревнования. Я прочитала это в газете, я неугомонный человек. Дома сидеть я не хотела. Я каждый раз, у меня в знамя труда была любимая рубрика «Что, где, когда». И раз в неделю к нам приезжал концерт. Я говорю: мам, я хочу на концерт. Братишка с работы приходит: отведи ты на это ее концерт. Она говорит: да ей бы лишь бы куда, лишь бы с дома уйти. Ну отведи ты ее на концерт. Хорошо, хоть раз в неделю приезжает, а если 2 раза в неделю, тебе пришлось 2 раза водить. И потом вижу, там уже в объявлении написано: будет соревнования среди людей ограниченных возможностей. Как раз у нас Казахстан начал разделяться. Отделился от России в 90-м году. Были первые соревнования. Нам говорят: круг проедете. Нас 3 пришло на коляске, остальные были по слуху и по зрению. Круг проедете, вы проедете. Но едьте только тихо, чтоб не упали, ничего. Хорошо. Как страдали, как тихо, как поехали. Уже не смотрели там потихоньку, а уже азарт же. Он были 2 мальчика, Иван, Абдраим и я. Я еду, дядя Иван, он уже взрослый мужчина был. Видит, что я отстаю, и сам отстоит, чтобы меня вперед продвинуть. А Абдраим там еще на полдороги, там наполовину стадионе, там еще едет.
Заметно было, конечно, что он мне уступил. Я такая гордая, что я первое место взяла. Андрей говорит, я тоже тебе место уступил. Говорю, ой, молодец, ты где? Потому что ты без... И нам сказали, что это будет раз в год проходить. Думаю, о, как интересно, теперь я себя буду готовить. Уже сижу такая, пока нам грамоту дадут, я уже там фантазирую, как я буду тренироваться, как я буду ездить. Я на коляске, ну вот так вот. В 91 году у нас были первые республиканские соревнования. Это было в Алмате. Я там взяла 5 первых мест. Но тут уже азарт пошел. Уже не просто я себя тренировала дома, я уже себя готовила. И там сказали, раз в 4 года будет. Говорю, ага. Сейчас на следующий год, в 91 году у нас мы были на соревнованиях в августе, а в сентябре будут городские соревнования. Тут надо себя готовить. И уже стала себя готовить, стала ездить. Я жила в 11 микрорайоне, на коляске ездила до Айша-Биби и обратно. До поселка Айша-Биби и обратно. Утром и также вечером. Первое время у меня ходила почти полдня, потом все меньше, потом за 3 часа я справлялась утром и вечером. Так скорость навела. Стала участвовать в легкой атлетике. В 1994 году у нас были вторые республиканские соревнования, опять же в Алмате проходили. И там новые правила. Коляска такая спортивная, трехколесная. У нас такой нету. Я резко перешла на плавание. Что ты умеешь делать? А мы уже поехали по легкой атлетике, уже заехали в лагерь, где мы там будем жить и также соревноваться. Я говорю, я плавать умею, давайте плавать. И перешла я сразу плавать. Пошли купили купальник и начали плавать. И я взяла 4 первых места. Думаю, ну вот, теперь будем плавать. В 2010 году у нас покупают коляски спортивные, обувь. Мы едем в Караганду. Они еще расторможка не прошла, но мы уже тренировались на этой. Едем. Уже расторможка прошла, все тут бумага, вот это все раскрыли в Караганде. Китайцы же худенькие. А я-то габаритная девочка. А раньше была еще габаритней. Я села вот на эти перила. Я же тренировалась, мне же обидно. Это у меня же спортивный азарт. Я как курица на сетке. И вот так, одной рукой держала руль, другой рукой крутила, и потом меняла. И опять выиграла. Думаю, о, как хорошо. Но меня пустили только на 1 старт. На 2-й старт меня не допустили. Тренер пошел, не положено. Тренер пошел, договорился, на 2-й старт мне дали другую коляску с другого города, чтобы там мужчина был. А женщина уже проехала и говорит, пусть она теперь проедет тоже. Одна, но на этой коляске. Ну, разрешили, проехала, опять выиграла 1 место. На 3-й старт они мне эту коляску уже не дали. Соперница. Я говорю, ну ладно, тогда кидай ядро, копье, диск. Я там кинула ядро, копье, диск и опять выиграла. Ну и поняла, что надо переходить в плавание, потому что это коляски нет, ничего нет. И плавание получается. И так я стала плаванием заниматься. В 2007 году меня увидел Сатар Эргалевич, стал со мной заниматься, занимался он бесплатно, он в облспорте был куратором. Сейчас он мой личный тренер, заслуженный мастер спорта. Сейчас он старший по параплаванию по Казахстану. И так вот мы стали заниматься. И в 2010 году мы уже попали на Азиаду. Там я проиграла. И мне тогда говорят, ты в таком возрасте, куда ты идешь в спорт? Сиди ты уже дома. Я такая плачу, меня Сатар Эргалевич ищет, где она, где она. Я говорю, да что, я как электроведник, что ли? Вот мне сказали, что надо тебе, и не надо начинать этот спорт. Ты любительски была и любительски оставайся. Вот, да мы только начинаем, что ты так переживаешь? Да что, электроведник, что ли, ее... Он смотри, сколько она проплыла, где я, она 1-я, я 8-я. Да я так сроду не смогу плавать. Да мы только начинаем, подожди. Самый хороший. Если человек повышает свой
личный результат, он постепенно идет к победе. Так сказал мой тренер Сафин. Мотивация. Проходит 4 года, и я ее выигрываю в касании. Ну, у нас плавание, касание большую роль тоже играет. И он мне говорит: ты что, электровеник, что ли, ты же смогла? Ты видишь, постепенно улучшая свой результат, мы идем к победе. В 2012 году я получаю лицензию. В 90-м году, когда были первые городские соревнования, ко мне подошла журналист газеты «Знамя Туда» и спрашивает, какие у вас есть желания, мечты. Я говорю: хочу так попасть на Олимпиаду. Тогда я не знала, что Паралимпиада тоже есть. Тогда у нас в Советском Союзе инвалидов не было. И в Паралимпиаде мы не участвовали. Хотя раньше тоже были Паралимпиады. В 2012 году я получаю путевку на Олимпиаду, на Паралимпиаду в Лондон. И опять проигрываю. Слезы. Опять мне говорят: старая, это твой был последний заплыв, и ты больше плавать не будешь. Зачем, ничего успокаивать? Шопинг. Тренер говорит: только пойдем пошопингимся. Пошли, я в один бутик зашла грустная, в второй бутик зашла грустная. К вечеру я была веселая, все я забыла. Все, будем готовиться дальше? Будем. И дарит он мне медаль шоколадную в золотой оберке. Говорит: вот сейчас у тебя шоколадная медаль, в следующую Олимпиаду мы добьемся золотой. Хотя где золотая медаль, я 12 место, и дома через 4 года. Потом в рейтинге я уже была 4-5, когда я поехала на Олимпиаду. Я думала, тренер говорит: если хорошо постараться, в тройку войти можно. Вот, залезла мне это, в тройку залезть можно. А Саттар Еркалевич видит, что у нас результат-то хороший, мне не говорит. Сам уже думает: да, она уже и на первое идет. Потом сказал: тут я выигрываю, я не верю, что я выигрываю. Я знаю, что я люблю свой Казахстан, но я не думаю, что я патриот. Но когда поднимался флаг Казахстана, не я его поднимала, а как будто Казахстан поднимал меня, да, когда флаг поднимался постепенно, и гимн играл, такое ощущение, что Казахстан тебя поднимает. Я всегда по телевизору, когда смотрела, думаю: что олимпийцы плачут, радоваться надо. А когда флаг поднимается, слезы текут градом. Тут не сдерживаешь. Это такое, все проходит, все неудачи, все вот эти слезы, все проходит. И я подумала: да, можно всего добиться. Я думала, вот 2 соперника мои, думаю, они непобедимые. И в голове тут застряло, что я их никогда не выиграю. А получилось, что они даже 3-й и 4-й взяли. Елизавета Тунис, которая всегда выигрывала, всегда первые места брала, а 4-я переплыла. Тут, оказывается, надо работать над собой. И, конечно, благодаря моему тренеру, он знал, что у меня все получится. Мы так хорошо, вот мне говорят: твоему тренеру повезло. Я говорю: да не знаю, ему повезло или мне повезло, что он меня увидел. Все-таки с возрастом, все 24 года заканчивают, да, как бы вот уже спортивную карьеру, а я только начинаю. И сейчас у меня еще, хотя мне уже 54 года, но, как мой тренер говорит, у нее еще потенциал, ее еще надо мучить и мучить. Да, есть еще порох, который можно еще использовать, и поэтому... Если бы я с детства начинала, может быть, я и к этому возрасту бы уже и не смогла. А сейчас как раз у меня все соки, все такое желание. И я вот еще пока ведущий спортсмен. И я еще хочу сказать другое. В 2016 году, когда мы выиграли Паралимпиаду, менталитет людей изменился. Люди стали по-другому на нас смотреть, с уважением, а не так, как на попрошаек. И у нас открылся в Астане паралимпийский центр, очень шикарный, со всеми удобствами. Приравняли нас к олимпийцам и в плане премии, и в плане зарплаты. Все поменялось. У нас сейчас так молодежь рвет. У нас сейчас столько людей с молодежью. Вот мы проводили соревнования, да? Раньше первые соревнования у нас было 30 человек, 50 человек, сейчас 300 уже. Людей много стало, молодежь идет, результаты космически растут. У нас в Таразе космически все растет, и меня это радует. А дети видят, что вот
тоже на коляске, один мальчик ходит. Мама думает, что он не сможет плавать. Я говорю, да подождите, он немножко к воде привыкнет. Сейчас поплыл, и даже тренер не поверит, что он поплывет. Я говорю, вы главное ему не мешайте, он первое время боятся. Я говорю, вот еще будущий чемпион. У нас сейчас столько тренеров. Раньше я одна на дорожке плавала, сейчас у нас 4 дорожки, на место мало. Вот представляете? Очень много людей стало идти, и благодаря выигрышу в 2016 году. Да. Сізге көп рахмет. Қазір енді мысал үшін бұл кісінің айтқан сөзінен өзім шын мәнінде де сол жерде болған сияқты, өз көзімен көрген сияқты өте керемет қылып айтып берді. Сізге көп рахмет. Бәріміз сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Сіз енді өзіңіз осы кісінің әңгімесін жалғастыра кетейік. Біз 2012 жылдан бастап арнайы осындай бізде мүмкіндік шектелес, ерекше адамдар десек те дұрыс болады. Өйткені бұл адамдар өте ерекше, ағзаның бір жері жұмыс істемесе де басқа жерлері өте сезімтал болады да, өте жақсы дамыған болады. 2012 жылдан бастап бізде Тараз қаласы бойынша арнайы сондай спорт клуб бар. Ол жақта біраз тренер, біраз жетістікке жеткен балаларымыз да бар сол жерде. Сонымен қоса айтып кетсек, жыл сайын бізде осы қазан айында, осы пандемия болмай тұрған кезде, жыл сайын біз әрине бізде мүгедектер күні, мүмкіндігі шектеулі азаматтар күні деген мейрам болады. Сол мейрамда біз орталық стадионда көптеген жарыстар өткіземіз. Зульфия әпкеміз біледі, знает, каждый год мы проводим эти мероприятия, он проходит. Действительно, басында бір 2012 жылдарда басталған кезде көп емес, бір 10-20 адам келетін. Қазір жыл сайын әпкеміздің результаттарын көріп, көп адамдар, жастар, әсіресе жастар қатты қосып отыр қазіргі таңда. Да, еще многие говорят, если ты смогла, то и мы сможем. И уже были уверены в том, что у них получится. У нас очень много других же спортов, не только плавание. Есть пара, тэквондо, шашки, шахматы, тогус-кумалак, танцы на колясках, легкая атлетика. В общем, так много. Вольная борьба. Чего только у нас нету. У нас все есть. Все. И в 2016 году, когда вот мы выиграли, двери открылись во все заведения спортивные. А раньше были закрыты перед нами, а теперь все открыто. Шын мәнінде сіздің арқаңыз деп ойлаймын. Сізге көп рахмет. Енді сіздер жалпы спорт бөлімі жастарымызға қандай да бір спорттардың жарыстар қандай да ұйымдастырып жатсыздар деген секілді. Жалпы біз ұлттық спортқа деген кішкене көңіл бөліне ме? Біз жыл сайын жалпы жарыстар көп өткіземіз. Ұлттық спорт түрлерінен мысалы бізде қазір тоғызқұмалақ спорт түрі, міне жақында алау ойындары болды Тараз арена спорт сайында. Облыстық жарыстар болды. Осыдан Тараз қаласы командасы жақсы жүлделі орындар алды. Мысалы ләңгі тебу, асық ату, қалашық ойындары, ортадағы доп деген ойындар бойынша, ұлттық ойындар бойынша біраз жұмыс атқарылды. Міне осыдан бір 2 күн, 3 күн бұрын Қайрат Рысқұлбеков саябағында тоғызқұмалаққа арналған арнайы столдар қойылды. Ішіне андай сатысы бар ғой, ойнайтын сатысы. Сонымен жасалған арнайы столдар қойылды Тараз саябағында. Ол бүкіл халыққа қолжетімді, қалған уақытында кеп, өзінің тастарымен кеп ойнаса болады. Сол ұлттық спорттың дамуына бұл да бір қадам болады. Сосын айтып кететін болсақ, Жамбыл облысының спорттың болашағы туралы. Қазіргі таңда бізде уже нақты 3 адам Олимпиадаға жолдама алды. Олар өзіңіз білетін Елдос Сметов дзюдодан, бауырымыз Әбілхан Аманқұл деген жігіт бокстан, гамбургта соңғы рет жеңген, күміс жүлдегер болып келген. И сосын бізде 2 күн күрестен тағы әлем чемпионында Әлішер Ерғали деген жігіт, ол да жолдама алды. Одан басқа бізде жалпы Жамбыл облысы бізде ең дамыған спорт түрлерінен бірі білесіздер, бокс пен күрес қой. Ол кеңес одағы кезінде де бізде біраз жігіттер бар. Біраз ағаларымыз, аталарымыз қатысқан, жүлделі орындарға ерескен Бақтияр Артай деген. И қазіргі таңда мысалы 7 спорт түрі бойынша 9 үміткеріміз тағы бар. Сол жолдамаға үміткер болып жүрген бұл Жансай Абдраимов бокстан, Игорь Чехмарев каратэ-додан, Светлана Голин жүгіруден, и Қасқабай Әділ оларда бар. Сосын бізде жүзуден Балабек Ғалымжан, велоспорттан Адилов Шакир бар, судобыдан Алтай бар деген, тэквондодан Руслан Жапар Немін бауырымыз айтып кеткендей, Елдос Исқақ деген бауырымызда ол да сол үміткер болып жүр. Жалпы Зульфия әпкеміз Өмірлі Нишан деген тағы жігіт бар. Да, наш Нишан есть, да.
ол да жігіт қазір жақсы көрсеткіштер Чемпион мира. көрсетуде. Жалпы спорт дамытатын болсақ, мен осыдан жарты жыл бұрын академия госуправления президенті бар, Қазақстан Республикасы президенті жанындағы академияда бітіріп келгем. Бұқаралық спортты дамыту бойынша диссертация жазғам. Как раз актуалды тема болып тұр. Жалпы кәсіпқой спортты дамыту үшін алдымен бұқаралық спортты дамыту керек. Өйткені баланың ынтасы бар, таланты бар баланы анықтап алу үшін біз алдымен бұқаралық спортты жақсылап шығарып, бұқаралық спорттан уже нақты жақсы балалар шығады. Ары қарай енді бұл жақта контент екі тілде болғанда орысшада жалғастырып кетейін. Массовый спорт развивается за счет общественных пространств, за счет возможности где-то заниматься спортом. На сегодняшний день у нас по городу Тарас обеспечено есть 557 спортивных учреждений, спортивных сооружений, доступных на бесплатной основе. В них входят плоскостные сооружения, стрит-воркаут, площадки разные, мини-футбольные площадки в каждых дворах. На этот год было запланировано строительство 9 площадок. Во дворах, наверное, видели 20×40 с зеленым тройным искусственным покрытием. При этом мы стараемся развивать по максимуму. У нас, в силу того, что у нас климат более мягкий по сравнению с северными регионами, у нас акцент делается более на летние виды спорта, не как на зимние делается. Но на сегодняшний день, хоть у нас и нет такой суровой зимы, у нас еще развивается хоккей на траве, индор-хоккей, это хоккей на паркете. Сөзіңізді бөлгеніңізді кешірім сұраймын. Қазір енді мысалы үшін Алматы жақта, мысалы Астана жақта қарап жатсақ, мысалы үшін андай қалай айтады, роликпен, самокатпен, паркур деп атайды ма? Сондай спорт түрі біздің қаламызда болуы мүмкін ба? Осындай жастарымыз көп па енді? Байқаған болсаңыздар, ол спорт түрі жаңадан дамып келе жатқан спорт түрі. Мысалы стрит-воркаутта басында бізге түсініксіз болып келді. Вроде жігіттер турнирмен тартып, бірақ қазіргі таңда бізде Барбарыс деген жігіттер клубы бар. Өте әлемде танымал, жақсы жүлделі орындар алып жатыр. Бұл спорт түрі де қазір байқасаңыздар орталық площадь жақта, ортақ алаң жақта жастар велосипедпен, байкпен, сосын скейттармен және самокаттармен ойнап жүреді. Әрине бұл қазір егер сәулет басқармасы, архитектура бар ғой, соларға запрос жасасаңыздар, олар эскиз жоба дайындап жатыр негізі. Бізде сондай паркта сондай арнайы орындар жасау жоспарлануда. Бұл спорт түрі енді білесіздер ғой, мемлекеттің саясат болған соң олимпиадалық спорт түрлеріне көбірек мән беріледі. Өйткені бұл елімізді бүкіл әлем деңгейінде танымал болуына үлкен үлес қосады и жастарды ынталандырады. Бұл бос уақытын тиімді өткізу мақсатында осы спорт түрлері өте жақсы болады. Бірақ қазіргі заман талабына сай біз сол спорт түрлерін де қарастырып отырмыз. Рахмет сізге көп. Олай болса ой түйіндейік, қорытындылап, кішігірім ой түйіндеп, жалпы енді өздеріңіздің арттарыңыздан еріп келе жатқан жас буынға бір мотивациялық сөздер айтып, енді спорт бағытында осылай түйіндесек, Елнұр өзіңіз. Жастарға айтарымыз, енді көп уақыт тренировкаға бөлу керек, білім тастамау керек. Қазір көбісі тренировканы алғысы келеді, ата-аналар спорт ештеңке бермейді, оқы деп балаға көбінесе оқуды айтып жатыр. Бала енді стараться ете оқуды да, спортты да алып жүре алады деп мен өзім ойымша. Өйткені мен де айтам, оқуды да істе, спортты да тастама. Өйткені оқудан да и спорттан да көтерілуге возможность болады. Егер сен өзің не істесең, былай айтқанда мотивировать етіп, өзіңді мен ұтамын, мен чемпион болам десең, сенің қолыңда бәрі. Өйткені саған ешкім астына төсеп бермейді, былай жайып бермейді, сен чемпион боласың деп. Әр адам өзін внушать етіп, өзім мен чемпион болам деп, примерге қазір көп нәрсе бар. Элементар көп нәрседен көріп, үлгі алып чемпион болға болады да, былай айтқанда. Бұрын енді ондай болған жоқ еді. Өйткені бұрында бір кісіні көресің, сол кісіден еліктеп, не істеп жүр екен, қаяқта жүр, қандай тренер, қандай удар істеп жатыр екен деп, соны еліктейтінбіз. Қазір не көп, YouTube көп, сотка көп, бәрі содан. Қазіргі жастарға көбінесе залға көп уақыт бөлуге мен не істеймін. Өйткені қазір келеді, сабақтан елімізде сотка ойнайды, соткаға кіріп кеткен бәрі 24 сағат сотка ойнайды, тренировка бар десең қояды. Сонымен жылайтын ата-аналарға да айтарым, сол спортқа көбінесе ой бөлсе деп мен ойлаймын өзім. Өйткені көп нәрсе маған солай жолыққанда, өйткені мен спортқа алып келеді маған баланы, ағай бізге дейді для себя керек дейді, не себеппен десем, өйткені үйге келеді, сабақ оқиды и бос уақытында сотка шұқылайды, сол сотка шұқыламау үшін біз сіздерге алып келеміз деп алып келеді. Көбінесе уже 2 жылдан асып кетті осындай мен орнады. Бұрында біз ондай мақсат болған жоқ. Бұрында біз бір жарысқа барсақ, басқа қаланы көрсек, басқа балдарды ұтсақ, медаль алсақ деген мотивация болған бізде. Медаль ұту үшін соншама жас тер төгілді бізде медаль үшін. Сондықтан мен жастарға сол
екі жақты да алып желательно спортта көп ой бөлсін Рахмет. Көп рахмет сізге. Енді Зүлфия әпкеміздің сөзін соңына қарай қалдырайық. Сіз өзіңіз кішкене айтып түйіндеп қорытындыласаңыз. Қазіргі таңда бауырым айтып кеткендей өте дұрыс, мүмкіндік өте көп. Бұрын ондай мүмкіндік жоқ болса, бізде қазір қаланың өзінде 19 спорттық мекеме бар. Тегін түрде балаларға, мысалы 7-8 жаста, енді 4 жастан қабылдайтын секциялар да бар. Соларға тегін қатысуға болады, ата-аналарға, қуаттан алтынсырға балаңызды беріңіздер, өткен көріп тұрсыздар. Жетістікке жеткен бала жамылмайды, бүкіл елге танымал болады, ата-анасына бір мақтаныш болады. Рахмет көп. Енді сіз өзіңіз бір жас буынға, өзіңіздің артыңыздан еріп жатқан қарындастарыңызға бір жақсылап бір мотивациялық сөздер, жігерлендіретін сөздер айтып кетсеңіздер. Я хочу сказать, чтобы каждый занимался спортом, верил в себя, поставил перед собой цель и шел к этому. Даже если бывает поражение, поражение тоже бывает, идет к победе. А еще есть мне любимая пословица, как бы не пословица, а вот девиз: будь счастлив каждую секунду. Рахмет сізге көп. И чтобы все были также счастливы каждую секунду. Көп рахмет. Олса, құрметті көрермендер, бүгін бізге берілген уақытымыз өз мәресіне жетті. Бүгінгі тақырыбымыз жамбыл спортының болашағы. Сіздермен бірге болған барлық қатысушыларымызға, спикерлерімізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.